Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз ең қатты сүйекті балықтардың бірі қызылқанатты афган қазанында пісіреміз. Нәтижесі сізді таң қалдырады. Балықтың еті жұп-жұмсақ, ал сүйектері кәдімгі консервідегідей еріп кетеді. Алдымен пиязымызды турап, қазанымыздың түбіне саламыз. Әбден тазаланып жуылған қызылқанат балықтарын пияздың үстіне тегістеп орналастырамыз. Және күзде тоңазытқышта балғын күйінде қатырылып сақталған қызанақтан және тәтті бұрыштан кішкене сындырып салдым. Және кішкене тұз, кішкене ірі бұрыштан сеуіп, 1-2 лавр жапырағын салып, және 1 стаканға жақын салқын су қойып, қазанымыздың қақпағын жауып, отқа қоямыз. Пісіру уақыты қазан бу шығарғаннан кейін 2 сағат шамасында. Каналға жазылып, лайк басыңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды.